Assalamu alaikum туғандар. Бұл үйдің электр суасын зымын тартып, батмайық шуақты баштадық. Азыр сіздерге кенен айтып түсіндірем. Крышадан главный зым келет через гофра. Бұл жерге щит қойылады, кейін автомат қойылады. Бұл жерден әрбір комнатаға зымдар кетеді. Мынандай аккуратно болып шығыш керек. Кіргенде оң жақта бір комнат. Оң жақта күлчаттер болады. 3 та резетка қойдық. Себеп дегенде сурет талаптар. Өзі бір комнатаға минимум 2 резетка қойыш керек. Таштамайға гофра менен тартылыш керек, зымдарчы. Екінші комнат. Так, сенасына келсек, шуақты. Подмаяк, 1 квадраты, бүтіші. 550 сом от, аға емне керет. Стройматериал ұстақы тамақ ашы менен. Электр суаны 3 комнат, 4 комнатты 15 мыңға внутренний электр зымын тартып береді. Кейін бүткөнден косметиканы қылып баштағанда улап подключение қылып береміз. Аға отдельно, аға дағы 15 мың. Ошондо 30 мың менен bir үйдүн эмеси электр суа зымдары бүтөт. Бул үйдүн заказын биз февралда келип алып кеткенбиз. Биз азыр Куршаптабыз, Ынтымак деген айылдабыз. Эмеге майдын этегине юнга дата коюлган, мына кечеде келип баштадык. Ушул жерде жаттабыз. Уштугандар, каналга подписаться болуп, лайк бассаңыз, суроолор болсо беребиз. Бизде очередь, заказ бергенден кийин сезондо 2-3 ай күтөсүздөр. Эгерде жаздан жайдан иш кылам, курулуш иштерин кылам десеңиздер, кышта заказ берип койсоңуздар болот.